Жүсіпбек Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Жүсіпбек Аймауытовтың эпикалық проза саласындағы соңғы туындысы Күнікейдің жазығы. Бұл шығарманың да негізгі тақырыбы әйел тақырыбы. Көшпелі қазақ ауылының феодалдық, патриархалдық тұрмыс жағдайындағы кедей шаруалардың тіршілігін жазушы сол ортадан шыққан қыз тағдыры арқылы бейнелейді. Ауылдағы ауқаттылар мен әлсіздердің арақатынасын, қоғамдық әділетсіздіктің мүсәпір адамдарды езіп, рухани тоздырып бара жатқанын суреттейді. Осындай ортада өскен Күнікейдің сол бір әділетсіздікке қарсы бас көтеріп, өзінің адамдық, азаматтық құқын қорғауға ұмтылуы, атастырған күйеуін менсінбей, өзі сүйген жігітпен қашып кетуі ескі тәртіпке, ата-баба салтына берілген үлкен соққы тәрізді елестейді. Повесть басталғанда біз осы әйелдің жалғыз, қараңғы үйде күйзелісте жатқанын көреміз. Маңында адам жоқ, иесіз үй. Ауру әйелдің күйеуі қайда? Туған туыстары, балалары қайда? Жазығы не бұл әйелдің? Сөйтсек, жазығы сүйіп, өз еркімен Байманға қосылу екен. Бала көтермедің, аурусың деп Байман Күнікейден безіп, жаңадан үйлену қамында жүрген көрінеді. Бұл Күнікей ауруына ауру жамап, жүрек жарасын ұлғайтып жатыр. Жазушы бұл арқылы қазақ әйелі теңіне қосылды дегенмен, әлі де теңдікке жетіп болған жоқ. Оған деген көзқарасы өзгермеген. Ескі салт, тұрмыс, ұғым әлі де қолбайлау болып, аяқты шырмап бөгеуде екенін көрсетуді көздейді. Күнікейдің жатқан жерін, үйінің сыйқын көргенде жаның ашиды. Жүсіпбек өзінің ақындық, шешен тілімен оны сүмірейтіп суреттейді. Жаялықша жалпиған, жарқанатша қалқиған, жермен жексен шым қора, бейнеу жоқ сұм қора. Шым қорада жер үйде, желпіндірмес көр үйде, арса боп сүйегі, қалақтай болып егі. Жаңқадай жоқ жақ еттен, саусақтары шілбейіп, көлеңкедей тілбейіп, бұ жатқан қай аруақ. Әлсін демігіп, тық еткен жөтелі, өңменің өткендей, алма ерні кезеріп, бетпақ кезіп кеткендей, кимешегі қолқылдап қуыршаққа тіккендей, сатпақ жастығы жастық емес, кетпендей. Сары төсек сарғайып, бұ жатқаның қай әйел? Шығарма оқиғасы шегініс арқылы дамиды. Онда Күнікейдің жастық шағы, өскен ортасы, кедей үйдің жұпыны тіршілігі суреттеледі. Туында, адамдық жолында, мінез құлқы, іс-әрекетінде айырма жоқ адамдар қоғамдағы орнына қарай бөлінеді. Бірі артық, бірі кем саналады. Осы негізде жазушы қоғамдық әділетсіздік мәселелерін алға тартып, кедей баласының байдан кем болуы себептерін іздестіреді.